Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге TikTok-тан лайфхактар тексеретін боламыз. Ал бүгін біз ваннаға арналған бомбочкалар жасайтын боламыз. Ал ендеше сіздер видеоны қарап алыңыздар. Офигенный бомбочки для ванной. Короче, 2 ложки соды, 1 соли, пол чайной ложки масла, даже чуть меньше. Чуть-чуть красителя по желанию и очень тщательно перемешиваем. И 1 ложку лимонной кислоты. Хорошо перемешали и раскладываем по любым формочкам. У меня это обрезанные стаканчики. Очень хорошо утрамбовываем и аккуратненько вытаскиваем. Сейчас они очень хрупкие, им нужно время засохнуть. Лучше оставить на ночь. На утро они уже засохнут и ими можно пользоваться. Ал ендеше көріп болсаңыздар, тексеріп көрейік. Бірақ та мен оны кішкене 2 есе ингредиенттерін, яғни заттарын, қоспаларын азайтатын боламын. Ал ендеше бастайық. 1 ас қасық сода, жарты қасық тұз, жарты қасықтан аз ғана май. Түсі үшін кішкене бояу қосамыз. Ал енді біз оны жақсылап араластырамыз. Және жарты қасық ас қасықпен лимонный кислота. Міне бізге осындай шықты, формасын сақтайтын секілді. Ал егер сіздерге кішкене құрғақ болып қалса, май қоссаңыздар болады. Ол кішкене жабысатын қылатын секілді. Енді біз оны өзіміздің керекті тораптарымызға салып аламыз. Ал енді біз оны қатты қысуымыз керек. Бар күшімізбен. Біз шай қызығы үшін ортасына осындай зат салдық. Ал енді біз оны осылай жапамыз. Міне бізде осындай болып шықты. Ал қалғаннан осындай кішкентай жарты домалақ шықты. Ал енді біз бұның қатқанын күтейік. Нақты дұрыс шығуы үшін біз бұның қатқанын 1 түн күтеміз. Бізде 1 түн өтті. Ал ендеше тексерейік. Міне мен оның қорабынан алғым келмеген. Қазір енді көрейік. Міне бұл бомбочка бізде істейді екен. Міне бізде лайфхак істейді екен. Бірақ та онда краситель мен майды қосқан секілді май бетінде қалып кетеді екен. Ал осы бояуымыз сары болып қалады екен.